Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге Дара KZ каналы осындай қазақ тілді шрифттерді көрсететін болады. Ол үшін, міне осындай әдемі шрифттерді қолдану үшін біз алдымен Google-ға немесе Яндекске қазақша шрифт деп жазамыз. Ең бірінші шыққан 500 плюс казахский шрифт дегенді басамыз. Және төменге түсеміз. Міне осы көптеген шрифттерді сіздер өздеріңіз бастырып ала аласыздар. Мына батырманы басамыз және күтеміз. Міне, осы жерден пропустить и начать скачивание деген басамыз. Открыть. Менде бұл бастырылып қойған, сондықтан мен осы батырманы басамын. Міне, қазір осыны ашамыз. Толық жүктелсін. Жүктеліп болғаннан кейін ашамыз. Және бұл жерде сіздер әр шрифтті жеке скачать етіп аласыздар, өздеріңізге ұнаған шрифттерді. Мынаның барлығы қазақша шрифттерді қолдануға болатын шрифттер тізімі. Кіресіздер, мысалы, міне сіздерге үлгі ретінде осылай қояды. Мыналар қазақша шрифтті қабылдайды. Мысалы, мен бұны установить ету үшін батырманы басамын. Установить етсеңіздер, сіздердің шрифттеріңіздің арасында болады. Осылай кез келгенін өздеріңізге бастырып аласыздар. Менде бастырылған тізімдер, міне мысалы, мына балық дегенді, міне мына қазақша шрифт әдемі қоюыма болады. Төмен жақта көптеген шрифттерді өзіме бастырып алдым. Сіздер де дәл осылай бастырып ала аласыздар. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.